Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзіңізді тану сабағына қош келдіңдер. Өздеріңмен бүгін тағы да жүздескеніме қуаныштымын. Бүгін алдыңғы сабақтағы адамның мүмкіндіктері деген тақырыпты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Біз алдыңғы сабақта адам мүмкіндіктерін ашуға, мақсаттылық, жауапкершілік, еңбекқорлық қасиеттеріміз бен қабілеттерімізді дамыта отырып, қол жеткізе алатынымызды білдік. Өз мүмкіндіктерін таныған адам қоғамда өз орнын тауып, даналыққа ұмтылу арқылы рухани адамгершілік тұрғыдан дұрыс әрекет құндылығын өз бойынан жарыққа шығаратыны туралы білім алдық. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: ойға алғанның бәрін адамның ынта жігерімен жүзеге асыруға болады деген халық даналығы. Біз бүгінгі сабағымызда қазақ зиялысы Шәкәрім Құдайбердіұлының өз мақсатына жетуде ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек адами қасиеттері қалай көмектескені туралы әңгімемен танысамыз. Мәдениет пен биліктің салмағы деп аталатын әңгіменің авторы тарих ғылымдарының докторы профессор Ерлан Сыдықов. Шәкәрім даналыққа жетуде өз бойындағы мүмкіндіктерді тануға қандай жолдар алғы жетті. Бала Шәкәрімнің бойындағы білімге деген ізденісі мен еңбекқорлығы, қазақ қоғамы алдындағы жауапкершілік қасиеті қандай биіктерге жетелегенін саралаймыз. Назарларыңа Шәкәрім Құдайберді туралы түсірілген бейнебаянды ұсынамын. Шәкәрім 7 жасында әкесі қайтыс болып жетім қалды. Атасы Құнанбай оны өз тәрбиесін алып, еркелетіп өсірді. Ақылды бала есейе келе ағасы Абайдың қамқорлығында болады. Оны үлгі тұтып, өнегелі шәкіртіне айналады. Абай оның өлеңге деген бейімін ашады. Ол жастайынан әншілік, сазгерлік, суретшілік қабілеттерінен бөлек ағаштан саз аспаптарын жасайтын болған. Шәкәрім өз бетінше ізденіп, заманындағы білімділердің қатарына қосылды. Ол араб, парсы, орыс тілдерін меңгеріп, шығыс және орыс классиктерінің шығармаларын қазақ оқырманына таныстырды. Жазушы Лев Толстойды ұстаз санап, ақыл кеңес сұрап, хат жазысып тұрған. Шәкәрім 20 жасында, одан кейінде өмірінің басқа кезеңдерінде Шыңғыс елінде болыстыққа сайланады. Ол жаста болса халықтың ауызбіршілігін нығайтып, өлкенің тіршілігін жақсы жолға қойды. Қазақ даласында белең алған барымташылықты тыйды. Шәкәрім билікті мансап емес, халық үшін қызмет етуге мүмкіндік деп түсінді. Бірақ ол саясаттан гөрі білім жолын қуғанды жөн көрді. Орыстың императорлық географиялық қоғамына мүше болғаннан кейін көптен күткен арманына қол жеткізді. Ол Меккеге қажылық сапарға аттанады. 1 жылға созылған ұзақ сапар барысында Стамбулдың және Париждің кітапханаларынан алынған мұрағаттармен жұмыс істеді. Қазақ халқының тарихына байланысты жинаған мағлұматтары негізінде түркі, қырғыз, қазақ хандар шежіресі кітабын жазды. Патша үкіметі құлағаннан кейін Шәкәрім алаш қозғалысына қатысады. Бірақ көп ұзамай ол қоғамдық саяси істен бас тартып, елден жырақ өмір сүреді. Ол Шыңғыстаудағы Шақпақ деп аталатын қыстауда қоражай салып, тек қана оқу, жазу жұмысымен айналысты. Сол жерде ар, ұят, адамгершілік сынды ар ілімін философиялық логикада тұңғыш рет қарастырған дүние танымдық туындылары дүниеге келді. Шәкәрім қайшылыққа толы қоғамда өмір сүрсе де, қазақ философиясына жаңа тұжырым жасаған ойшыл ретінде тарихта қалды. Оның өлеңдері, аударма, мақала, очерктері сол кезеңдегі баспасөз құралдарында жиі жарияланып, қазақ әдебиетінің классикасына айналған поэмалары кітап болып жарыққа шықты. Шәкәрімнің дарынының бір қыры ол сазгерлік. Оның дәстүрлі халық әндері үлгісінен мүлдем өзгеше, иірімдері күрделі, мағынасы терең әндерін алғаш рет голландық Альвин бен Бойас нотаға түсірді. Қазақ халқының ән күйін қағазға түсірген Затаевичтің жинағына да Шәкәрімнің әні қосылған. Сондай-ақ Шәкәрімнің саятшылыққа деген қызығушылығы орыс этнографы Филистроптың зерттеуіне арқау болып, ақынның мұзбалақ бүркітімен түскен суреті құнды жәдігерге айналды. Шәкәрімнің ғұмыры қайғылы жағдайда үзілді. Оған жалған айып тағылып, жазықсыз құрбанға айналады.
Көп жылдар бойы оның есімі аталмай, туындылары ел арасына таралмаса да, ол халық жадынан ешқашан өшкен емес. Шәкәрімнің аты толық ақталғаннан кейін, оның мерейтойы мемлекеттік деңгейде аталып өтті. Семейдегі жоғарғы оқу орнына аты беріліп, соның есімімен аталатын 2 журнал жарық көріп келеді. Қазіргі уақытта шәкәрімтану орталықтары оның еңбектерін терең зерттеумен айналысып, шығармалары бірнеше шет тілдеріне аударылды. Ғұламаның ұрпаққа қалдырған мол мұрасы әдебиет, тарих, философия салаларында ең құнды еңбек болып бағаланады. Бейнебаяндағы Шәкәрімнің рухани тұлғасы арқылы мына төмендегі сұрақтарға жауап іздеп көрейікші. Шәкәрімнің орыс, араб, парсы тілдерін үйрену, музыкалық аспаптарды жасау мен ойнауда үйрену халықтың тарихын жазу мақсатына қандай қажеттілік болды? Абай өзі жан азығым деп айтып жүрген жалғыз кітапты неге Шәкәрімге сыйлады? Сендердің жаназықтарың не? Не себепті Шәкәрім билікті мансап емес, халыққа қызмет етуге болатын мүмкіндік деп түсінді? Шәкәрім сияқты өз мақсаттарыңа жетуде қандай қасиеттеріңді басшылыққа алар едіңдер? Бойларыңдағы мүмкіндіктеріңді толығымен пайдаланып жүрсіңдер ме? Ата-аналарыңмен ойларыңды ортаға салыңдар. Бүгінгі тақырып бойынша алған рухани адамгершілік білімдеріңді бекітіп, жүректе қалу үшін шығармашылық тапсырмаларды орындауға шақырамын. Бірінші тапсырма. Оқулықтың соңғы беттерінде берілген түсіндірме сөздіктен қабілет, дарын, парасат, ақыл сөздерінің білдіретін мағынасын тауып жазыңдар. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табыңдар. Екінші тапсырма. Төменде берілген суреттерді мұқият қарап, бұл мамандықтар туралы не білетіндеріңді жазыңдар. Жобалық қызметті іске асыру үшін сыныптастарыңмен, отбастарыңмен табиғат жағдайы туралы сұхбат жүргізіңдер. Өздерің тұратын елді мекеннің нақты жерлерін суретке түсіріңдер. Осы сабақтан алған рухани адамгершілік өзін өзі тану білімі арқылы өз мүмкіндіктеріңді жетілдіріп қана қоймай байыта түсіңдер. Дұрыс таңдау жасау, дұрыс әрекет ете білген кемеңгер адамның ісі. Сабақ аяқталды. Қош, сау болыңдар балалар.